Рамазан бұл қабыл болған тілектер, нұрға толған жүректер, тозақтан азаттық, екі дүниедегі қуаныш. Алладан сауабын үміт етіп, Рамазанда ораза ұстаған адамның өткен күнәлары кешіріледі деген хадисте. Қане, жай қолыңды Аллаға. Сенің барлық қиындықтарыңның шешілетін уақыты келді. Рамазанның күндізінде де, түнінде де тілектер қайтарылмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алланың адамзат баласына бұл дүниеде беретін сыйлықтары бар. Одан құр қалмаңдар деген. Олай болса, сен де ораза тұт. Алланың Рамазандағы сыйлықтарынан құр қалма. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сахабасына сен ораза ұста, өйткені оған тең келер ешқандай құлшылық жоқ деген. Әлихан Бөкейханов атамыз түрмеде жатып, Ахмет Байтұрсыновқа хат жазады. Хатында: мен бүгін аузымды қара сумен аштым, бекітуге еш нәрсе таппаған соң қара сумен қайтада бекіттім деген екен. Адам сусыз 5 күнге, ал тамақсыз 40 күнге дейін шыдай алады деген медицина ғалымдары. Ал сенің азаннан кешке дейін ғана оразаға шыдай алмауың мүмкін емес. Жаман әдеттен арылғың келе ме? Онда Рамазанды пайдалан. Ораза сені қияметте азаптан алып шығатын шапағатшың. Рамазанда сауаптар басқа айға қарағанда мыңдап еселенеді. Сондықтан кедейге садақа бер, ауырғанның халін сұра, ренжіткенді кешір, жетімді киіндір, көршіңді ауызашарға шақыр, әйеліңе, туыстарыңа сыйлық жаса. Рамазан сені сөккен адамға мен оразамын деп насихат айту арқылы жамандыққа жақсылықпен жауап беруге тәрбиелейтін ұлы ай. Рамазанды жүктілігінің немесе ауруының себебінен ораза ұстай алмаған адамға түнгі намазға тұрып дұға жасауың мүмкіндігі бар. Ал сен оразада күндіз байқамай ішіп жеп қойсаң, онда біл, Алла сені тамақтандырды. Оразаңды жалғастыра бер. Яхия пайғамбар ораза туралы өзінің қауымына: ей қауымым, ораза тұтыңдар. Ораза тұтқан адам қалың топтың арасынан бір қап қош иіспен кіріп келген адам сияқты болады деген. Бауырым, Рамазанның ұлылығы сондай, оның сауабының соңына жету мүмкін емес. Себебі Алла Рамазанның сауабын өзім беремін деген. Рамазанның әр секунды береке. Сондықтан ағайынға сәлем бер. Араздасқан туысқанмен татулас. Жолда қалғанға деме. Ауылдағы ағайынға қарайлас. Ата-анаңның көңілін көтер.